Assalamu alaikum қыздар. Бүгін біз оверсайз шапан тігетін боламыз. Ол осындай жеңі төмен қарай түсіп тұрған болады, яғни бүтіндей пішіледі. Алдында осындай ставкасы болады, жеңінде манжет болады, және де белдігі де осы матадан тігіледі. Бұны сіздер бір размермен алып, яғни оверсайз болғаннан кейін өте кең болып тігіледі. Мен қазір өзімнің енеме тігетін боламын. Және де өзімнің де өлшемімді қатар көрсететін боламын. Ең алдымен бізге керекті өлшемдер ол афхат груди. Афхат грудиді 4-ке бөлеміз. Және де оған біз қосымша прибавкілер қосатын боламыз. Оны енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Және де егер де қосқан прибавкілеріңіз кең болып кетсе, ертең примеркада киіп көрген кезде оны қайтадан қиып алып тастауға болады жанынан, өйткені біз мына жерге қосатын боламыз. Осы біздің қосқан прибавкіміз осы кеңдікті, кеңдігін береді. Сондықтан ол жерде өздеріңіз енді шамамен қандай кеңдікке қалайсыздар қоса берсеңіздер болады. Және де осы шыққан санды белгілеп аласыздар. Қазір мен бірден матаға пішетін боламын, бірақ оның алдында сіздерге көрсетемін жалпы процесс қалай болатындығын. Енді бізге высота груди керек болады. Высота груди дегеніміз ол мына жерден бастап, иықтан бастап, көкірек ұшы болады. Осы жерге дейін өлшенетін өлшем шамамен 27-26 сантиметр. Әркімнің өлшеміне әртүрлі келеді. 27 сантиметр алсаңыздар, ол көбінесе стандарт, көп адамға сәйкес келетін өлшем. Одан кейін барып, бізге қажет нәрсе ол длина изделия. Яғни сіздің шапаныңыздың ұзындығы. Сіз қанша ұзындықты қалайсыз? Жерге дейін ба, яғни тобыққа дейін қалайсыз, әлде тізеге дейін, немесе тізеден кішкене төмен. Мен нақты өзімнің жағдайымда тізеден кішкене төмен түсіп тұрады. Бұл менде 1-30 сантиметр. 1-30 сантиметр алатын боламын. Және де маған енді мына жеңнің ұзындығы керек. Жалпы жеңді өлшейтін кезде мына иықтан бастап өлшейміз ғой біз. Мына иықтан, мына қолдың, мына жерге дейін өлшейміз. Бірақ та бұл жерде кішкене бір нәрсені ескере кету керек. Бізде мынау ширина плечи деген нәрсе бар. Енді осы мен қалай жасадым? Ширина плечиді өлшеп аласыздар. Одан кейін длина рукаваны өлшеп аламыз. Енді біздің мына ұзындығымыз бұл сплошной тікелей түскеннен кейін бұл жерде кішкене бір өзгерістер болады. Ол дегеніміз ширина плечиға длина рукаваны қосып аламыз. Яғни ширина плечи қосамыз, длина рукава болады. Длина рукава. И бізде мына жерде қазір бұл өзгереді. Біздің мына ширина плечамыз төмен қарай түседі ғой пішкен кезімізде. Енді біз ол кезде қалай жасаймыз? Мына ширина плечаны өлшем бойынша өлшеп аламыз. Сөйтіп, мынадан мына өлшемді алып тастаймыз. Сол кезде, мысалы айтайық, мына жерде сізде ширина плечи 9 сантиметр болса, рукаваңыз айтайық бір 55 сантиметр дейік. Екеуін қосатын болсақ, бізде қанша болады? Болады. Ал енді бізде қазір матамыз өлшеген кезімізде, мынау бұлай түседі ғой. Демек, мына жердің өзі 40 сантиметр болу мүмкін. Енді жобамен айтқан кезде, мына ширина плечи өлшем бойынша 40 сантиметр болу мүмкін. Демек, енді 64-тен 40-ті алып тастаймыз. Сол кезде біздің длина рукавамыз шығады. Яғни 24.
Түсінікті ма қыздар? Қазір енді қараңыздар. Мынау біздің матамыз. Матамыздың ені әдетте қанша болады? 1,5 метр болады. Енді ұзындығын өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша аласыздар. Мысалы, мен 1,30 алдым делік. Енді осыны былай бүктейміз. Ортасынан бүктейміз. Және осыны тағы да бүктейміз. Енді қыздар қараңыздар. Міне мынау біздің алдыңғы бой. Алды, мынау арқасы болады. Арқасы. Енді бірден иықтан өлшейміз. Біз мына 4 см төмен түсіреміз. 4 см. Және мына жерге 7 см. Так, 7 см. Енді мына шетінен бір 4 см төмен қарай түсіреміз. 4 см. Сөйтеміз де осыны былай иықпен қосамыз. Кейін мына жерден 90 градус болу керек. Мына 90 градус болу керек. Не үшін? Себебі біздің мынау қиған кезімізде жең қондырамыз мына жаққа. Сол кезде жеңіміз мына жері былай көтеріліп тұрмау керек те, тіп-тіке болып мына жері. Сондықтан 90 градус. Әдетте 22 см стандарт болады. 22 см стандарт болады. Бірақ та мен өзімнің енеме 30 см алдым. Және де мына высота грудиді өлшеп алып 27 см. Содан кейін барып, енді мына нені, бізде обхват груди. Обхват груди мына жерде шыққан санды осы жерге белгілейміз. Ол примерно 30 см болуы мүмкін жоба. Менің өзім өлшемім бойынша 27 см шықты, ал енеме 32 см алдым. Сөйтіп, бұлай. Енді төмен жағына, мысалы айдек, мына жерден дейікті, мысалы дейік. Енді, мына жерден алсақ, одан мына жерден 2 см, немесе 3 см, 2 см жоғары қарай көтереміз. Осылай қиып аламыз. Ал мына жағына қарай енеме 35 см алдым. Ол үлкен размер болғандықтан, және де ол кісінің іші бар деген дейді. Толық кісі болғандықтан мен оған 33 см алдым. Ал өзіме тіккен кезде 30 см алдым. 30 см немесе 32 см алсаңыздар да, ол бола береді. Сөйтіп, осылай қиып аламыз. Енді жаңағы мынау біздің шина плечи дегеніміз. Мына аймақ болады. Иықтан бастап, бұлай қоятын болсақ, осылай түседі. Енді осы иықты өлшеп аласыздар. Осыдан қалған бөлігі рукаваны шығарамыз. Мысалы, 24 см қалған болса бізде жеңнің ұзындығы 24 см болады. Ал ені, ол мына жермен тең келеді.
егер сізде мына жеріңіз қанша, егер ол жер 30 сантиметр болатын болса, мысалы 30 сантиметр аласыз. Ал егер мына жер 22 сантиметр болса, осы жерге 22 сантиметр аласыз. Тігіске қарайсыз, және де жеңнің ұшын. Жеңнің ұшын енді әртүрлі ала беруге болады. 14 сантиметр, солай. 14, 15, 20 ол өз еріктеріңізде. Ал енді менің нақты қолданған маталарым, дарк матасын қолдандым. Қазір бірден осы матаның үстіне пішетін боламыз. Одан кейін мынандай астында дублерин жапсырылған велюр матасын қолдандым. Ставка ретінде оны қолданамын. Ал астарына осындай қарапайым астар матасын қолданатын боламын. Ал бисмилля, қыздар, мінекей тура жаңағы қағазға көрсеткенімдей матамды мен дәл осылай төртке бүктеп алдым. Дәл солай жаңағыдай арқа жағынан бастап қазір пішетін боламыз. Ең алдымен арқасынан бастап пішіп аламыз. Содан кейін барып алдыңғы бойды арқасына қарап отырып піше береміз. Ең алдымен иығынан бастайтын боламыз. Иығы әдетте 2 сантиметр сондай болып келеді. Бірақ та біз не үшін 4 сантиметр төмен түсіріп жатырмыз? Өйткені бізде қосымша тігіледі алдына. Велюр матасына тігілетін болғандықтан осылай кішкене кеңдеу етіп алдық. Мойын ойындысын осылай ойып аламыз. Енді біз иық сызығын тігіп аламыз. Яғни өлшеп алуымыз керек. Ол үшін ең шетіне 4 сантиметр өлшеп алып, енді осыны мойын ойындысымен қосамыз. Бұл бізде иық. Естеріңізге сала кетейін, дарк матасының ені 1,5 метр емес екен. 1,80 сондай үлкен кеңдікте болды. Сондықтан бұның ширинасы да кеңдеу болып алынды. Енеме өлшеп жатқандықтан бұл 30 сантиметр алып жатырмын. Сондықтан бұл жерде өлшемін қайта жазбаймын. Ол алдында жаңаға түсіндіріп өткенде сол жерден қарайсыздар. Және де бұрышын 90 градус етіп аламыз. Енді шапанымыздың кеңдігін өлшейміз. Менде шапанымның кеңдігі 32 сантиметр енеме алдым. Оның басында үлкендеу алған еді, ол кең болып кетті. Сондықтан 32-33 сантиметр кішкене тола кісілер үшін нормальный болып келеді. Жалпы, егер жеке бір кісіге арнап өлшейтіп тігетін болсаңыздар, ол кісінің өлшемі бойынша тіккен жақсы болады. Мен бірден жанын пішіп алайын деп жатырмын. Сондықтан менде мата 1,30 ұзындығын өлшеп алдым. Және де етек жағынан жаңағы суретте көрсетілгендей, қазір видеода көрінбей тұр, бірақ та алдында лекалы дайындап жатқан кезде көрсеткендей пішіп аламыз. Енді алдыңғы бойдың алдын өлшейміз. Пішіп алатын боламыз. Алдығы менде V-образный етіп тігейін деп жатырмын. Сондықтан осылай өзіңізге қай жерге дейін ыңғайлы сондай етіп ыңғайлап пішіп аласыздар. Оны да артқы мойын ойындысы 7 сантиметр болғандықтан сол бойынша кеңдігін 7 сантиметр етіп аласыздар мойын ойындысын. Және де алдына қарай, төмен қарай пішіп аласыздар. Егер де стойка воротник немесе тік жағалы болғанын қалайтын болсаңыздар, алдына түймек жапсыратын болсаңыздар, ол кезде мына жерді қиып алып тастамайсыздар. Мойын ойындысын алға қарай кішкене 8-9 сантиметрге тереңдетіп, алдын кеспей сол күйі қалдырамыз. Артық жердің барлығын қиып алып тастаймыз. Қыздар, егер де видеода кішкене бір түсініксіз бір жерлері болатын болса, комментарийде
барлықтарыңыздың сұрақтарыңызды оқитын боламын. Сондықтан сол жерде өз пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Мен дарк матасын 1700 теңгеден алдым. Сондықтан ал астарын 1300-ден алдым. Қатты шығынды көп талап етпейді. Енді жаңағыдай көргендеріңіздей жеңді 2 қабатта пішіп алатын боламыз. Бірінші ұзындығын өлшеп аламыз. Содан кейін барып біздің жеңіміздің кеңдігі лекалада жаңа 22 см болса 22 етіп аласыздар. Ал егерде ол жерде одан да үлкен өлшем болатын болса, сол өлшемге осы жердегі жеңді шақ етіп алуларыңыз керек. Және де жеңді осылай 2 қабаттап отырып пішіп аламыз. Мысалы, менің енеме тігіп жатқандықтан ол кісінің жеңінің кеңдігі 30 см. Сондықтан мен 2 бүктеліп тұрған кезде матам 30, ашқан кезде 60 болады кеңдігі. Ал қолының башы, яғни жеңінің ұшы, ол 14 см. Оны бұлай ашқан кезімізде 28 см болады. Және де 1 см тігіске қалдырамыз. Мен әдейі өлшемдерді мына жерге жазған жоқпын, себебі барлығы чертежда көрсетілген сызбада. Себебі бұл жерде қазір мен енемнің өлшемін жазатын болсам, кішкене сызбамен кішкене дұрыс түсінбей қалуларыңыз мүмкін. Сондықтан айтып жатқаным сіздерге. Міне, осы кеңдік жаңа біздің негізгі шапанымыздың жеңінің кеңдігіне дәл келу керек. Ал мынау өлшем бойынша қалған жеңнің ұзындығы. Енді біз бірден барлығын пішіп алайық дедік. Сондықтан алдына қойылатын шапанымыздың алдына тігілетін өлшемді тігіп аламын. Вставкасын. Оның кеңдігін өздеріңіз қалағандарыңыздай алсаңыздар болады. Мен 14 см алдым. 2 бүктеген кезде 7 см. Және тігіспенен ол 6 см вставка қалады. Ұзындығы сол сіздің өзіңіздің шапаныңыздың ұзындығы қандай болады, сол ұзындықты ала берсеңіздер болады. Мен 2 бүктеп алып жатқан себебім алдыңғы боймен оң жағы мен сол жағына 2 жағына бірдей етіп пішіп аламыз. Мына жоғары жағы. Қаласаңыздар жоғары жағын узкий, яғни кеңдігін тар етіп алмасаңыздар да болады. Бұл мойын жақты кішкене мен жіңішкелеу болғанын қалағандықтан жіңішкелеп жатырмын. 2 есе аз етіп алып жатырмын. Неке осылай бүктеліп, бұл біздің шапанымыздың алдына тігіледі. Қазір бүктеліп тұрғаны ол бір жағыныкі, ал астында тұрған ол екінші жағының вставкасы. Осылай 2 бүктеп пішіп алсаңыздар, сіздерге өте ыңғайлы болады. Қыздар қаласаңыздар бұлай кеңдігін кішірейтпесеңіздер де болады, сол күйінше алуға да болады. Және де бұл алдына қоятын вставканы бұл міндетті емес, ол стандарт өлшем емес. Өздеріңіз қалағандарыңыздай қаласаңыздар жалпақ етіп алсаңыздар болады, қаласаңыздар жіңішке етіп алсаңыздар да болады. Енді мына жерде тағы бір нәрсені айта кеткім келіп тұр. Осылай біз мойнын қосқан кезімізде ол кішкене былай тік болып қалуы мүмкін. Сондықтан кромка болғандықтан кромканы қазір өлшеп алып тастайтын боламын. Өйткені ол тігісте ертең жаман көрініп қалуы мүмкін. Кромканы өлшеп алдым. Және де содан бүктелген жерден кішкене қиғаш етіп қиып аламыз. 0,05-0,3 см алсаңыздар да жеткілікті. Сол кезде сіздің мойындарыңызға қойған қондырған вставкаларыңыз әдемі болып жататын болады. Енді алдыңғы бой мен артқы бойдың иық сызықтарын қосып тігіп аламыз. Бірден мен астарлы болғандықтан бірден айтайын, оверлок қолданған жоқпын. Бірден тігуге кірісеміз, және де тіккен жердің барлығын үтіктеп отырамыз. Енді мінекей жеңді қондырайын деп жатырмын. Жеңді осылай ашып алып, дәл ортасын белгілеп, иық сызықтың дәл ортасымен өлшеп белгілеп аламыз. Сөйтіп оған 1 см
тігіске қалдырып тігіп шығамыз. Енді жанында дәл солай жеңнің ұшынан бастап етекке дейін тігіп шығу керек. Бізде шапанымыз дайын. Енді алдына осы өзіміздің жаңа дайындаған ставкамызды қойсақ болады. Оны осылай екі бүктеп алып, мысалы алдын ала көктеп алсаңыздар да болады, өйткені бұл велюр матасы болғандықтан ары бері жылжып кетуі мүмкін. Сіздерге ескерте кетейін, бұның ішінде өзінің дублирені болғандықтан мен оны тағы да дублирен деген жоқпын. Ал егер де жұмсақ мата болатын болса, оған міндетті түрде дублирен жабыстыру керек. Егер де ол кішкене қаттылау болса, формасын сақтап тұрса, шапанда әдемірек көрінетін болады. Инеменен осылаймен өлшеп алдым. Егер бірінші рет тігіп жатсаңыз, онда көктеп алыңыздар. Енді біз шапанымыздың негізгі сыртқы бөлігін дарк матасын тігіп жатқан кезде бірден астарында дәл солай пішіп алып, дәл солай тігетін боламыз. Прямо бірге бір, өлшемдері де ешқандай өзгеріс жоқ. Екеуін бірдей етіп пішіп аламыз. Жеңін де, негізгі бөлігін де және де тіккен кезде де жаңағыны тігіп алғаннан кейін астарды да бірден сол жерге қондырып тігетін боламыз. Мінекей менің шапаным жартылай дайын болып тұр. Енді жеңіне манжет қондыратын боламыз. Мен манжетті алдын ала пішіп алған жоқпын, тек кеңдігін ғана қалдырып қойдым. Шамамен осындай болады деп, бірақ та ширинасын әлі өлшеген жоқпын. Себебі біз примерка жасап отырған кезімізде оның өлшемдері әртүрлі өзгеруі мүмкін. Соны ескеріңіздер. Осылай жеңімізді қойып аламыз. Сөйтіп, екі бүктеп өзімізге керек өлшемде матамызды, манжетімізді қиып алатын боламыз. Себебі кейде кеңдеу етіп жеңді алатын болсаңыздар, кейін киіп көрген кезде ол кең болуы мүмкін, ұнамай қалуы мүмкін. Сондықтан оны кейде тарылтуға да тура келеді. Сондықтан дайын жеңге манжетті дайындайтын боламыз осылай. Жалпы алған кезімізде осындай екі бүктейміз. Сөйтіп шетінен тігіп аламыз. Тігіп алған манжетімізді оң жағына аударып, екі қабаттап жеңімізге қондырып аламыз. Бұл жерде тағы бір лайфхакты айта кетейін. Тіккен кезде велюр матасы астында тұрып, дарк матасы үстінде тұрғаны жақсы болады. Енді мінекей осыны тігіп алдым. Енді астарымызды осы жерге қосуымыз керек. Яғни астармен негізгі сыртқы матамызды қосамыз. Ол үшін иықтарын осылай келтіріп алып, жеңнің сызықтарын бір-бірімен түйістіреміз. Сол жерден бастап әдемілеп манжетпенен астар матамызды бір-біріне қосамыз. Егер де бірінші рет тігіп жатсаңыздар, бірден барлығын көктеп көріп, киіп көріп, дәл солай жасап отыру керек. Мен бірден тігіп алдым. Әдетте астарды тіккен кезде, пішкен кезде оны кішкене кеңдеу, бір 2 см, 3 см кеңдеу етіп алады. Бірақ бұл кішкене жай ғана бір накидка сияқты шапан болғандықтан оған мен артық ешқандай да өлшем қалдырған жоқпын. Яғни шапанымның өлшемі қандай болса, дәл сондай өлшеммен астарды да пішіп алдым. Енді мен ойлана келе, бұл енді сырттан келетін киім болғандықтан жанындағы сызық, яғни жанындағы тігіске жасырын қалта тіккім келді.
Сондықтан жанынан өлшеп алып киіп тұрып, сол жерді осылай сөгіп алдым да, екі жағын бірдей етіп сол жерге жасырын қалта тігетін боламын. Яғни тігіске қондырылған жасырын қалта тігеміз. Ол үшін осындай 4 өзіміздің қолымызға салып көріп, қалтаның жобамен өлшеп аласыздар. Қолдарыңыздың кіріп шығуына қарайсыздар. Жалпы қалтаның кеңдігін өздеріңіз енді қалауларыңыз бойынша өлшеп аласыздар. Мінекей бізде тігісте осындай қалта болады. Сырттай қараған кезде ешқандай да ол тігісте қалта бар екендігі білінбейді. Ал оның қалай тігілетінін қазір сіздерге көрсететін боламын. Ең алдымен бірінші жағын, осылай бұл жоғары жағы болады. Мына жерде бізде тігіс бар, содан 1 см жоғары қойып, осы жерде тігіп аламыз. 1 см тігіске қалдыра отырып тігеміз. Басталған және біткен жерлерге кішкене белгі қойып қойсаңыздар жақсы болады. Негізгі матаға қалта тігіп жатқан кезде сол бойынша соны ориентир етіп отырасыздар. Енді қалтаға қарай астыңғы бүктемені ішіне қарай қаратып 0,1 мм осылай тігіс жүргізіп аламыз. Бұл қалтамыздың сыртқа қарай шығып кетпеуін, іште әдемі болып көрінуін қамтамасыз етеді. Енді екінші жағына қалтамызды осылай тігіп аламыз. Бұл да тігіске, яғни жан тігісіне тігіліп жатыр. Белгімізге келген жерде тоқтатамыз. Енді қалтамызды бір-бірімен қосып тігіп аламыз. Қазір 0,1 см тігіп аламыз. Ол міндетті түрде қалтаға қарай қайырылып тігілу керек тігіс. Жоғарыдан 1 см қалдырып тіккен едік. Сол жерден бастап енді 1 см қалдырады отырып тігіске қалтамызды тігіп аламыз. Бір үйреніп алсаңыздар, бұнда қалта тігу өте оңай және де ыңғайлы. Телефондарыңызды артық платок, тағы басқа сондай заттарды салып жүргенге ыңғайлы. Неке біздің енді қалтамызы дайын, жеңі дайын. Енді тек асты ғана қалып тұр. Астын қайырамыз, яғни шапанымыздың етегін. Шапанның етегін, жалпы сырт киімдердің етегін қайырудың әртүрлі жолдары бар. Бірақ мен қазір астары ашық болады, яғни астарменен негізгі матаны қоспаймын. Сондықтан етегінен 5 см қайырып тігейін деп жатырмын. Сондықтан алдыңғы біздің қойған ставкамыз велюр матамызды 4 см, мысалы мен 5 см-ге қайыратын болсам, 4 см өлшеп алып қиып тастаймын. Және де 5 см, ол 1 см тігіске қалып тұр бізде. Қыздар, қорықпаңыздар, бұл жерде ешқандай да бір нәрсені бүлдіріп қоямын деген нәрсе болмау керек, ешқандай да. Себебі ол тігіс барысында, процесс барысында әртүрлі өзгерістер болып кетуі әбден мүмкін. Енді тағы да жоғары қарай кішкене сөгіп аламыз. Себебі біз алдыңғы матамызды қайырып іш жағынан тігіп алуымыз керек. Осы жерді шетінен 1 см тігіп аламыз.
Шапанды тігіп жатқан кезде екі жағын киіп көріп, бірдей етіп тігуге, алдарының бірдей болуына мән беріңіздер. Қайта-қайта салыстырып отыруларыңызды сұраймын. Мінекей біздің алдыңғы ставкамыз дайын. Енді негізгі өзіміздің астарымызбен матамызды қайырып тіксек болды. Өлшемдерімізге сай келіп тұр. Астарды мен айтқанымдай негізі қайырып тігетін болсаңыздар, асты жабық болатын болса, бір 4 см, 5 см астарды қысқа алсаңыздар да жеткілікті болады. Бірақ та мен бірдей қылып ала бердім, өйткені соңына дейін астарымды қалай қайыратынымды шешкен жоқпын. Соңында астар мен негізгі матаның, яғни астар ашық болады деп шешім қабылдадым. Сондықтан енді қазір оның қалай тігілетіндігіне қыздар жақсылап назар аударып ұғып алыңыздар. Бұл өте маңызды. Осы жерін шығаруда көп қыздар қиналады. Әдетте астар тігу өте қиын деп ойлайды. Шын мәнісінде ондай қатты қиындығы жоқ. Кішкене өзінің ережелерін білсеңіздер, өте оп-оңай. Менде астарым кішкене ұзындау болып тұр. Сондықтан астардан кішкене мен қиып тастайтын боламын қазір. Өйткені оны қайырған кезінде де кішкене матаның фактурасына байланысты көрінісі әдемі болмай тұр. Сондықтан қысқартып тастайтын боламын. Жалпы бірінші осылай ставка, одан кейін оның үстіне жаңағы астар, оның сыртынан негізгі матаны осылай қайырып тігеміз. Қыздар, видео ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де басқа да пайдалы ақпараттарды, пайдалы видеоларды жіберіп алмау үшін каналыма жазылып алыңыздар. Міндетті түрде сіздерменен еш нәрсені жасырмай, өзімнің тігіп жатқан бұйымдарымды осындай өлшемдермен, бағалармен сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Сондықтан міндетті түрде каналға жазылып алуды ұмытпаңыздар. Мінекей осындай болып шығу керек. Қазір енді осы қалай жасайтындығымызды көрсететін боламын. Ең алдымен өлшеп аламыз. Менде астар осылай болып тұру керек. Енді осыдан артық жерін мен қиып тастаймын. Астыңа белгілегенді қиып тастаймыз. Сол кезде менде астарды қайыруға 3 см жеткілікті, 2 бүктеп қайырамын. Және қайырып тігіп алатын боламын. Және негізгі матамды қайырмастан бірден оверлоктап алдым. Яғни шапанымның етегін оверлоктап алып, оны да қайырамын. Мінекей, енді жаңа көрсеткендей етіп, осы жерді тігіп аламыз. Яғни екі негізгі матаның ортасында астар мен ставка қалып кету керек. Осындай тігістің ұштарын қиып алып тастасаңыздар, ол жер кейін томпайып әдемі болмай тұрмайды. Қайырған кезде әдемі болып шығады. Енді астарымызды осылай тігіп аламыз. Сонымен біздің шапанымыз дайын болады. Қаласаңыздар екеуін қосып тіксеңіздер де болады. Бірақ мен кішкене ашық болғанын қалап тұрмын. Сондықтан осындай етіп тіктім.
Қыздар, видео пайдаларыңызға жарасын, сіздерге шынымен де пайдалы болады деген ойдамын. Сіздермен бірге болған шебер перизат. Ал енді шынайы видеолар, мінекей енемнің үстінде көріп тұрсыздар. Өзіне шап-шап, кішкене жарықтың ғана түсі өзгеріп тұрған сияқты, әйтпесе өзіне өте қонымды, әдемі болып шықты.